Ауыз судың жыры бітті. Бұған дейін су құбырлары жүргізіліп, алайда атқарылған іске айтылған арыз да көп болған. Сапасыз істің салдарынан ауыл тұрғындарының бір шамасы су шықпай әлекке түскендігі тағы бар. Алайда аталған мәселе бүгінде шешімін тапқан. Осылай деген Төле би ауданына қарасты Қоғалы ауылдық округінің әкімі инфрақұрылым жүйесіндегі атқарылған жұмыстарды атап көрсетті. Көп жылдан бері Қоғалы ауылдық округі тұрғындарын толғандырған ауыз су мәселесі бүгінде өз шешімін тапты. Бұған дейін елді мекенде сапасыз орындалған жұмыстың салдарынан кейбір көшелерде су қысымы төмен болып, бірқатар тұрғын үйлерге ауыз су мүлдем жетпей, халық күнделікті тұрмыста қиындық көрген. Алайда бүгінде бұл түйткіл кезең-кезеңмен шешіліп, ауыз су жүйесі толықтай ретке келтірілген. Нәтижесінде ауыл тұрғындары сапалы әрі тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етілуде дейді жауаптылар. Қоғалы ауылдық округінде 3 елді мекен, Диханкөл, Ұзынарық, Алшалы ауылдары. 3 ауылымызда да ауыз судың құрылыс жұмыстары жүргізілді. Енді біз тұрған Ұзынарық ауылында және де Алшалы ауылына ауыз су құрылысы 2024 жылы аяқталған болатын тұғын. Бұл ауылдарға тау бөктеріндегі, яғни Шаңғақты бастауынан су өз ағысымен келеді, самотек деп жатады. Сөйтіп ауылға, резервуарға тоқтап жиналғаннан кейін ауылға босатылады су. Дәл қазір Ұзынарық, Алшалы ауылдарымыз 24 сағат су ішіп тұтынып отыр тұрғындарымыз. Судың сапасы өте жақсы. Кезінде осы құрылыс жұмыстары жүрмей жатып, Ұзынарық ауылындағы жоғары жақ, төмен жақта су мәселесі болатын тұғын. Өйткені жер астынан суды тартып, резервуарға жинағаннан кейін ауылға су босатылады. Су жүйесі ескірген болғаннан кейін кейбір үйлерге су бармайда қалатын кездер болған тұғын. Фляктармен, су таситын ыдыстармен тұрғындарымыз тасыған жағдайлар тіркелген болатын. Ол кездерде жалпы 24 сағат болса, тәулігіне 2 сағатқа ғана су босатылатын еді. Қазір енді сол бюджеттен қаржы бөлініп, қазіргі таңда су мәселесі толық шешіліп отыр. Енді Диханкөл ауылында ауыз су құрылысы 2026 жылға өтпелі болды. Құрылыс жұмыстары аяқталды, бірақ кемшіліктерін жою мәселесін мердігер атқарып жатыр. Енді ол жерде бірінші құрылыс жұмыстары жүргізілгеннен кейін таудан кеп жатқан бұлақтың басы ауыл деңгейінен биікте орналасқан, су жинау резервуары биікте орналасқан, ауылдың төмен жағындағы су жүйесінің мынау жаңағы кейбір тұстарын құдықшалардың ішін жаңағы апат жағдайлар орын алып жатыр. Мердігер уақытында қалпына келтіруде. Бірақ енді ауыл болғаннан кейін, оның барлығын құрылыс жұмысы болғаннан кейін қабылдауы бар, өткізуі бар. Ауыл тұрғындары толық қай уақытта барлығы ырза болып, су қазақша айтқан кезде бейпіл тұтынып жатырмыз деген кезде қабылдау жұмыстары жүргізілетін болады. Енді қабылдау жұмысы ол тапсырыс беруші мекеме тарапынан қабылданады. Басы қасында біз жергілікті әкімдік жүретін боламыз. Қоғамдастық жиынымыз бар, ауыл белсенділері бар, ауыл билері бар, бірлесіп басы қасында боламыз. Ондай жағдаяттар болған. Осы жаңа су құрылысы жүргізілгенге дейін Диханкөл ауылында мәселе болған. Мектептің, ауылдың орталық тұсы мектеп жақ, сонымен қоса мынау төмен жағында су келмей қалатын тұғын. Қысқы шілде, жазғы шілдеде су тасу жағдаяттар тіркелген ауылдың. Енді қазір Тасболат бастауы деген Диханкөл ауылына келетін су бастауы бар. Қазір Диханкөл ауылына сол судан бастаудан су келеді. Резервуар 1 гектар жерді қамтып отыр. Ол жерде 200 кубтан су жинау резервуары бар. Оның бәрі қазір толып тұр. Артылған су ауылдың арығына құйылып жатыр. Артылған суды ауыл жаңағы арықпен тұтынып жатыр, артығын. Дәл қазір жағдай тұрақты, бұлақта су жеткілікті. Бірақ енді жазғы, қысқы шілдеде бұлақтың суының тартылатын жағдайлары кездеседі. Ол болады, ол жылда болатын дүние. Бірақ бұның барлығы қазір елдің үйлердің саны артып отыр. Сонымен қоса осыдан 5-6-7-8 жыл бұрын үйлерде ішкі әжетханалар, жуынатын бөлмелер үйдің ішінде емес еді.
үйде ол кезде әр үйде бір ғана колонкадан болатын тұқым. Қазір үйлердің ішіне де кіріп жатыр, далада да бар, қорада да бар дегендей. Сонымен қоса мынау саумал мен сауықтыру орындары да ашылып жатыр. Олардың көбісінің әрбір бөлмесінде жаңағыдай жуынатын бөлмелері бар. Оның бәрін есептегеніміз керек шығар деп ойлаймын. Оның бәрін баланста ұстауымыз керек. Сондықтан да мына құрылыс жұмыстары толық аяқталғаннан кейін су есептегіш құралдарымен халық тұтынатын болса, су барлығына теңдей толық жететін болады. Тұтыну мәдениеті қалыптасты, халық түсінді, су есептегішпенен су тұтынатын болса, судың барлығына жететіндігін. Өйткені ысырап деген дүние бар, колонканы ашып қойып, жаңағы бау-бақшаны суғару, болмаса жаңағы қорадағы төрт түліктің астауына суды ағызып қою фактілері кездескен болатын тұқым. Біз ол бойынша ара-гідік рейдтік шаралар жүргіземіз, ауыл әкімшілік тарапынан, ауыл билерінің тарапынан ондай фактілерді ескертеміз. Соның аясында қазір су біршама жақсы деңгейде. Ауыз суымыз жаңғақты деген бұлағымыздан келген ағын су, самотек дейміз. Жаман емес, жақсы. Бұрынғы суымыз 1-2 сағат беруші едік, төмен жақ, жоғары жақ деп айтамыз. Қазіргі суымыз жақсы, 24 сағат су ағып жатыр. Енді сол суымыз керемет, ауылымыздың бәрі рахмет айтып жатыр. Енді бізге мәселеміз осы ленгір су қабылдап, су чөтшігін қойып текшеметін сол тәртібімізбен ішсек, Құда қаласа сол жұмысымыз. Елімізге келетін болсақ, түнгі жарығымыз жақсы. Бәрін ішкі көше, сыртқы көше дейміз. Соның бәрін қойып бітті. Әкіміміз мырзаға рахмет айтамыз. Сондай тірліктеріміз жүріп жатыр. Асфальтымыздың бұзылған жерлерін қазіргі жұмыс жүріп жатыр. Жөндеу дейміз ғой енді. Сондай тірліктеріміз жақсы. Көгілдіріп отыр. Газымыз жақсы. Біраз жыл болды. Шағым жоқ, әдемі. Бәріміз көгілдіріп отырмен қамтамасыз етіп қолданып жатырық. Соңғы уақытта ауыл ішіндегі бірқатар көшелерге орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, тұрғындардың қатынауына қолайлы жағдай жасалған. Бұрын ойдым болып көлік қозғалысына қолайсыздық туғызған жолдар жаңартылып, ауылішілік жолдардың сапасы едәуір жақсарған. Сонымен қатар тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бірнеше көшеге заманауи түнгі жарық шамдар орнатылған. Бұл кешкі уақытта көшелердің жарықтандырылуын жақсартып қана қоймай, тұрғындардың қауіпсіз жүріп тұруына және қоғамдағы тәртіптің сақталуына оң әсерін тигізуде. Бізде 3 ауылымыздың да орталық көшелері электрлік түнгі жарықтар орнатылған, орталық көшенің барлығына. Ол жаз мезгілі, қыс мезгілінде күннің батуына қарап, кешке қарай қосылады автоматтық жүйеде. Түнде өзі сөнеді. Сонымен қоса мынау ішкі көшелерге заман талабына сәйкес күн көзінен, күн энергиясынан қуат алатын түнгі жарық шамдарын орнату жұмыстары басталды. Былтырғы жылы 90 дана орнатылған болатын тұғын Диханкөл ауылына және де Ұзынарық ауылына. Биыл жарық жол мекемесінің тарапынан осы Диханкөл ауылындағы Теріскей көшесіне 26 дана орнатылды. Ұзынарық ауылында біз тұрған Жерғиық көшесі менен Бұлақты көшелеріне жалпы бас аяғы 130-ға жуық осы күн көзінен нәр алатын түнгі жарық шамдар орнатылды. Бұлай пайызбен салыстыра келетін болсақ, Ұзынарық ауылы жалпы көшелері 85-90%-ға жуық түнгі жарықпенен қамтамасыз етілді. Енді бұның барлығы салық көздеріне кеп тіреледі. Енді шет жақтағы ауылдан шыққан мықты үлкен кәсіпкерлерімізді ауылға тарту жұмыстарын атқарып жатырмыз. Сол кәсіпкерлеріміз тартылып жатса, салықтарын төлеп жатса, тек осы түнгі жарық қана емес, басқа да балалар ойын алаңшасы бар, аяқ жолдар бар, басқа да инфрақұрылым мәселелері бар. Соның барлығын шешеміз деген ойдамыз. Одан кейін президентіміздің тапсырмасына сәйкес әлемдік толқыннан қалып кетпеу мақсатында біздің округімізде өз тарапынан сол идеологияны қолдап жатырмыз. Яғни жасанды интеллект мәселесі, заманауи оптикалық интернет тарту,
толқынды интернет мәселесі. Соның аясында үш ауылымызға да Кесел компаниясының тарапынан базалық антенналар қойылды. Үш ауылымызға да Кесел. Сонымен қоса Билайн компаниясы қойған болатын тұқын. Енді ол компаниялар кез келген жерге барып орната салмайды, өздерінің толқындары қай жерден жақсы ұстайды, сол жерге ыңғайластырып қояды. Сонымен қоса ол бағаналардың, антенналардың өзінің қамтитын аумағы бар. Қазіргі таңда Ұзынарық ауылында 75-80%-ға жуық осы Кесел компаниясының байланысы интернеті ұстап тұр. Енді осы ауа райына байланысты бір 2 аптаның көлемінде жаңағы айтқан байланысымыз сәл күші бәсеңдеп қалды. Қазір реттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тиісті бөлімге, тиісті компанияға біз тарапымыздан хат жазылды, қалпына келтірілетін болады. Сонымен қоса Транстелеком байланыс интернет жүйесі арқылы әрбір үйге өздері жеке келісімшарт орната отыра осы интернет сымын тартып үйлерге мобильді интернетті орнатып жатыр. Ол жұмыстар осыдан 3-4 жыл бұрын басталған. Жеке үйлермен келісімшартқа тұрып интернет желісімен байланыстырып отыр. Енді оның барлығы оқушыларға керек, ұстаздарымызға керек. Қала берді қазір көп кәсіптің түрі осы интернетпен, әлеуметтік желімен де болып жатыр. Ақпарат алмасуы бар. Бұның барлығы заман талабына сәйкес. Өйткені жалпы инфрақұрылым деген кезде тек мынау көгілдір отын, электр энергиясы ғана емес, осының барлығы кіреді деп ойлаймын. Дәл қазір біздің жалпы Қоғалы округі ғана емес, Төле би ауданының кез келген ауылы көгілдір отынменен, түнгі жарықпенен, интернетпенен, электр энергиясының сапасы жалпы жақсы деңгейде. Сондықтан да ендігі негізгі ауыл әкімдеріне қойылып жатқан негізгі міндет бұл ауылға инвесторларды тарту, инвестиция тарту, жұмыс күшін көптеп ашу мәселесі біздің даму жоспарымыз болып отыр. Соның жалпы сол саладан ауытқып кетпей, негізгі күш жігерімізді соған салып жатырмыз. Өйткені қазір заман талабы солай болып жатыр. Қаншалықты жұмыс күшін тартып, жұмыс орындарын ашып жатсақ, елдің әл-ауқаты көтеріледі деген ойдамыз. Біз соған жұмыс жасаймыз. Мемлекет басшысының ауылдың әлеуетін арттыру негізіндегі тапсырмасы аясында Қоғалы ауылдық округіндегі инфрақұрылымды дамыту бағытындағы жұмыстар кезең-кезеңмен жалғасып келеді. Ауыз су, жол және көше жарығын жақсарту секілді маңызды жобалардың жүзеге асуы тұрғындардың өмір сүру сапасын арттырып, ауылдың әлеуеттік экономикалық дамуына жаңа серпін беруде. Мақсат Тоқсанбай, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.